Жақсы, саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жылу және фаза ауысуы. Жылу фаза ауысуы ол өткен тақырыбымыздың жалғасы. Өткен тақырыпта біз біраз жылуды өткен едік. Енді осы жолы біз оны детально өтейік. Жалпы біз қарастыратын заттардың үш агрегаттық күйі бар. Үш күй. Біріншісі ол газ, екіншісі сұйық, үшіншісі қатты дене. Ал енді біз мына былай газды қойсақ, газдық күй, мынау сұйық болсын. Неден мынау қатты дене. Басқа бір түс таңдайын. Газдан сұйыққа өткен кезде бұны балқу деп атаймыз. Балқу. Кешіріңіздер. Бұл балқу емес. Газдан сұйыққа өткен кезді конденсация деп атайды. Ал керісінше сұйықтан газға өту бұл булану деп аталады. Сұйықтан газға өту, сұйықтан қатты денеге өту, ол қату деп аталады. Ал енді қаттыдан керісінше сұйыққа өту, ол еру немесе балқу. Сосын негізгі төрт процесс осылары. Осы әр процесте жылу бөлінеді. Бұл жылу өте қарапайым бір формуламен беріледі екен. Мынау қату, балқу кезіндегі жылу. Бұл екеуі бір-біріне тең, себебі екеуі бір-біріне кері. Тура сол бірдей процесс кері болып жатыр. Ал МР деген бұл булану мен конденсация кезіндегі энергия. Мынаны балқу жылуы деп атайды. Әр заттың өзінің жеке балқу жылуы болады. R дегеніміз ол булану жылуы. Су бірталай, су металдарға қарағанда, көп затқа қарағанда бірталай үлкен балқу және булану жылуына ие. Себебі судағы молекулалардың арасында өте мықты күш бар. Бұны суды біз жеке молекулярный дәрежеде қарастырайық. Біз бірінші маған келмей тұр. Мына бетті мен өшірем. Мысалы, суда не бар? Үлкен оттегі молекуласы бар, атомы бар. Сонымен қатар оның қасында екі кішкене сутек атомдары бар. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, міне
мына екеуі бір-бірімен электронды бөліседі ғой. Бір-бірімен электронды бөлісіп жатыр. Электрондар және де мына жерде протон қалады өзінің ортасында. Мына жерде қанша протон бар? Оттегінің саны 16, яғни бұда 8 протон, 8 нейтрон бар. 8 плюс 8 дейік. Сутекте болса, тек қана бір протон ғана бар. Сол үшін бұл жерде плюс осы жаққа қарай бағыттаған, минус бұлай қарай бағыттаған. Сол үшін мына жақта бізде минус заряд болады, мына жақтарда бізде плюс зарядтары бар. Яғни не деген сөз бұл? Бұл молекулаға тағы бір басқа молекуланы жалғайтын болсақ, онда оның сутегі ол мына молекула былай қарай бағытталса, плюс-минус бір-бірін тартады. Мына екі заряд, плюс және минус заряд бір-біріне қарай тартылады. Сосын келесі мысал мына жерде осылай басқа әртүрлі судың молекулалары осылай бір-біріне жақсы тартылған, бір-біріне өте жақсы бір полярлық араларында қарым-қатынас бар, бір-біріне тарту күштері бар. Осыны бұзу, осы күштің энергиясын, потенциалдық энергиясын жеңіп шығу бірталай қиын болғандықтан, суда металдарға қарағанда бірталай жоғары несі бар. Жылу сыйымдылық бар, балқу жылуы бар және булану жылуы бар. Енді судың балқу булану жылуының бағаны жатқа білуіміз керек. Балқу жылуы әртүрлі айтылады, бірақ шамамен 340 килоджоул бөлінген килограммға тең. Ал булану жылуы болса 2.260.000 джоул бөлінген килограмм. Сосын судың жылу сыйымдылығы деген бар. Яғни күйді өзгертпейтін болса, ол энергия mc дельтаға тең. M деген масса, S деген меншікті жылу сыйымдылық. Меншікті жылу сыйымдылық дельтаты бар. Судыкі шамамен 4200 джоул бөлінген килограмм градус немесе кельвин. Судың басқа күйлері қайсы? Мұз бен бу екеуі жылу сыйымдылық бірдей болады екен. Судан 2 есе аз, 2100 джоул бөлінген килограмм градус. Сосын бір тағы айта кетерлік ерекше нәрсе, осы суда басқа заттарда қатты дене өте тығыз болады ғой. Себебі қатты денеде молекулалар бір-біріне жақын орналасады да, былай тұрақты бір қашықтықта орналасады. Сосын біз бұны арасындағы қарым-қатынастар, потенциал энергиясын жеңетін жылу бергенде бұл балқиды. Балқып, сосын аралары былай ұзақ және де біраз осындай әдемі бір тәртіппен орналаспаған күйге айналады. Бұл сұйықтық күйі болады. Одан кейін газ енді бір-бірімен толығымен еркін бір-біріне байланысты емес. Потенциалдық энергиялар өте аз. Тек основном кинетикалық энергиялар болады. Бұл газдық күй. Yani осы әрбір күйде негізі мына тығыздық ең көп болады. Қатты денеде. Одан кейін сұйықтықта болады. Одан кейін ең тығыздығы аз ол газ. Газдың тығыздығы өте аз бұл екеуіне қарағанда. Бірақ суда бір ерекшелігі, суда керісінше, мысалы,
мұздың тығыздығы 900 болса килограмм бөлінген метр куб. Судың тығыздығы 1000-ға тең екен. Яғни суда ең көп тығыздық 4 градус шамасында болады. Бұл бізде жер бетінің, жердегі судың шамамен миллионнан бір бөлігі жердің бетінде орналасқан екен. Бұл да бір үлкен бір мәлімет. Яғни бұның барлығы егер мантияда, ядрода болса, өмір болмайтын еді. Мүмкін болмас еді. Сол үшін судың көбі жер бетінде, және де қарап отырсаңыздар, тіршілік иелері, органикалық заттар көбінің ішіндегі 70, 60, 80, 90% судан тұрады. Сонымен қатар судың тағы бір ерекшелігі, су қыста, яғни теңіздерде, нелерде тіршілік иелері өте көп қой. Олар толығымен құрып кететін еді. Егер мұз судан ауыр болғанда, себебі мұз үстінен бастап қата бастайды ғой. Ол қатқан мұз егер ауыр болса астқа қарай батып, сөйтіп кішкене суығанда -5 градус, -10 градус болса біраз уақыт, онда бүкіл көл мен өзендер қатып қалатын еді. Ал қазір мұздың жеңіл болғандығынан мұз бетіне қатып, бетінде тұратындықтан, ол қанша сыртта суық болғанмен де, егер бірталай терең болса өзен көлдер қатпайды. Бұл деген керемет бір Алланың нығметі болып отыр ғой бізге. Жақсы балалар. Енді келесі біз мынандай бір 3 күйдің диаграммасына қарайық. Мынау бізде қысым. Біріншіден Y осін зерттейік. Бұл қысым атмосферамен берілген. Естеріңізде болса, бір атмосфера неге тең еді? 10-5 дәрежесі паскальға тең. Одан кейін температура градуспен берілген. Жақсы, температурамыз 0 градустан 100 градусқа дейін. Мына жерде беріліп тұр. Мына жақтары әрі қарай минус. Яғни, енді біз өзіміздің мына сызықшамен берілгендігі, ол біздің температура, жаңа біздің мысалы өмір сүретін жер мына жер ғой. Біз мысалы -30-дан +50-ге дейін. Осындай аралықта температурада өмір сүре аламыз. Бұл жағдайдағы біз судың характеристикасына қарайық. Бұл жерде не болады екен? Яғни мынау қатты дене, яғни мұз. Мынау су, мынау бу. Бұлардың қарап отырсаңыздар, мына жерде критикалық нүктелері бар. Мына нүкте бізде 0 градус. Бұл судың бір атмосфера қысымдағы булану, балқу температурасы. Ал мынау 100 градус, яғни бір атмосферадағы қайнау температурасы. Егер біз бұл бір атмосфераны ақырындап азайтсақ, мысалы мынандай халге келтіретін болсақ, онда қараңыздар, бізде ақырындап қысым азайған сайын балқу температурасы көбейе бастайды екен. Аздап көбейеді, өте кішкене көбейіп, 0,100-ден немесе 10-нан бәләмпай градус деп ойлайды шамамен. Ал мына жерде булану температурасы резко азаяды екен. Резко азаяды, бұл 80 градустарға дейін түседі екен. Осы өте маңызды нәрсе, қиын және маңызды зат. Біз мысалы тауға шығамыз, тауға шыққан кезде таудың басында не болады? Қысым кішкене атмосфера 0,95 атмосфера азая береді, ақырындап. Жоғары көтерілген сайын ол гравитациядан болып етіп азаяды. Себебі гравитацияның әсерінен ауаның көбі, әсіресе ауыр бөлігі
ауыр ауалар немесе ауаның көп бөлігі гравитациядан болады, жердің бетіне жақын орналасқан. Сол жерде қысым көбірек болады. Сөйтіп әрбір 105 градуста 105 метрде қысым 76-дан біріне азая береді екен. 76-дан біріне. Сонда 760-дан біріне кешіріңіз. Осы жағдайды қарастыратын мысалы теоретически, по идее, биік таудың бетіне шығатын болсаңыздар, ол негізі практикада да белгілі нәрсе, теорияда да, практикада да. Чай тез қайнай бастайды. Ол кезде мысалы чай 90 градуста қайнауы мүмкін. Себебі атмосфералық қысым өте аз. Сөйтіп осындай диаграмма бүкіл заттарда бар екен. Тройная диаграмма. Және де бұл жерде тройная точка деген точка бар. Бұл точкада 3 күйде болады, қараңыздар. Зат сұйық, қатты және бу күйінде де болады. Су үшін бұл өте аз. Бұл экспериментально ғана байқауға болады. 0,01 градус, кешіріңіздер, мына жерде 0,001 градус. Және де қысым осындай өте кішкене, 0,006 атмосфера, яғни 600 паскаль. Бірақ бір қызығы, мысалы гелийде бір атмосферада ол уже бір атмосферасы оның мына жақта орналасқан екен де. Бір атмосфера. Жоқ, кешіріңіздер. Гелий әйтеуір қатты дене бола алмайды мына жерде. Бір атмосферада қатты бола алмайды. Демек, гелийде керісінше былай болып тұр ғой. Яғни мынау қатты дене болсын, мынау сұйық болсын, мынау газ болсын, яғни бір атмосфера соның мына жерде орналасқан. Қанша температура кішірейсе де, бұл ешқашан қатты бола алмайды. Ол газ бен сұйықтан екі болады. Вот гелийдің осындай ерекшелігі бар. Және де кез келген денеде, мысалы, мына суды да біз өте үлкен атмосфераға апарып жасақ, ол қатты дене бола алмай қалады уже. Тек сұйық пен газ болатын халге келеді. Өте төменде ол қатты мен газдың арасында болады. Немесе құрғақ мұз деген нәрсе бар. Құрғақ мұз. Ол СО2-ның мұз күйі. Ода керісінше осы жағдай болады. Астыңғы жағдай. Яғни ол қаттыны біз ерітетін болсақ, дереу газға айналады. Сұйық күй деген бола алмайды ода. Бір атмосферада. Вот сол үшін осыны әртүрлі шоуларда, сценада қолданады. Сен оны жылытатын болсаңыз, резко ысытатын болсаңыз, ол газға айналады. Еріп сұйық болмайды. Бір атмосферада. Жақсы. Енді біз оңайлау есептерді шығаруға көшейік. Мына есепті шығарыңыздар, біраз ойланыңыздар. Жақсы, енді есеп шығаруға көшейік. Массасы бірдей қорғасынмен болады дейді.
бір бөлігімен балғамен бірнеше рет соқты. Қай бөлік? Қорғасыннан жасалған зат және болаттан жасалған зат. Екеуінде ұрып жатыр. Бір денемен ұрып жатыр. Қайсысы көбірек қызады дейді. Жылу қалай беріледі? Механикалық энергия бұл жерде жылуға айналып жатыр. Ал жылу біз МС дельта екендігін білеміз, иә? Қорғасын үшін бұлай болады. Болат үшін бұлай болады. Енді бұл екеуінің қайсысы көбірек қызады деген қалай білеміз? Екеуіне де бірдей жылу беріліп жатыр. Сол үшін дельтаты қорғасын тең болады. Дельтаты болады. Яғни қорғасын мен болаттың температураның өзгеруі олардың жылу сыйымдылықтарына кері пропорционал. Болат 460, 330. Сонда калькуляторда қарай. Қорғасынның температурасы тезірек қызады екен. Қанша есе? Болатқа қарағанда 3,50 54 есе шамамен. 54 есе тезірек қызады екен. Сұрақтарыңызды сұрап отырыңыздар. Бүгіннен бастап біз онлайн сабақ өткізіп отырмыз. Келесі есеп. Массасы 110 грамм болатын темірді 20 градустан 920 градусқа ысыруға қанша энергия жұмсалады? Оны біз сразу шығарайық. Бұл жерде ешқандай күйдің өзгеруі жоқ. Темір 920-да да қатты дене, 20-да да қатты дене болып тұр. Сол үшін немісі дельтатыны қолданамыз. Масса 110 грамм, оны килограммға ауыстырайық. Көбейтілген 460 joule бөлінген килограмм градус дұрыс. Бұның барлығы халықаралық өлшем бірлікпен 920-дан 20-ға азайтамыз. Сонда жылуымыз неге тең? 0,11 көбейтілген 460 көбейтілген 900 болады. 45540 joule энергия керек екен. Ал келесі есеп. Массасы 10 тонна болатын бұл балғасы 2,5 метр биіктіктен 200 килограмм темірге құлап түседі. Темірдің температурасы 40 градусқа көтерілу үшін оны қанша рет құлату керек? Темірді қыздыруға бүкіл энергияның 60% кетеді. Темірдің жылу сыйымдылығы берілген. Бұл балға енді. Балға 10 тонна болмайды, килограмм дейік. 10 килограмм балғаны темірге біз лақтырамыз. Сонда бұда әр құлаған сайын бұда қанша энергия болады бөлінеді? Бүкіл потенциалдық энергия, кинетикалық энергия айналады. Және соқтығысу біз абсолютно серпімсіз десек, серпімсіз соққы кезінде энергия толығымен беріледі. Бірақ бұл MGH-ты тағы да эктаға көбейтейік. Пайдаласы коэффициенті 60% болсын.
Осыны біз n рет лақтырсақ, яғни мына затқа осындай энергия беріледі, темірге осындай. Жақсы, осы жерден біз n-ді таба аламыз. n неге тең? Мс дельтаты бөлінген mgh, яғни 200 килограмм 460 көбейтілген температура 40 градусқа бөлінген массасы 10 килограмм деп алдық. Гравитациялық 8, биіктік 2,5, 60% деген 0,6 болады. 200-ді көбейтеміз, 160, оны көбейтеміз, бөлеміз 10, гравитация, 2,5 және бөлеміз 0,6, 25 мың рет. Яғни, осындай балғаны біз 25 мың рет шамамен лақтыруымыз керек екен. Жақсы, енді келесі есепке көшейік. 300 джоуль энергия жұмсақ балқу нүктесінде алынған мұзда қанша балқытуға болады? Мұзда қанша килограмм балқытуға болады? Жақсы, енді біз балқу нүктесі, яғни мұз 0 градуста, демек бұны біз тек қана бүкіл энергия балқуға кетеді. Масса неге тең? 340 бөлінген. Балқу жылуын шамамен 340 мың деп алсақ болады, иә? Сол кезде бұл 1000-1 килограмм, яғни 0,1 килограмм, яғни 1 грамм болады. Келесі. Қандай минимальный жылдамдықта бір-біріне қарай ұшып келе жатқан екі мұз бөлігі балқып кетеді? Қандай температура? Ұшу керек. Балқу үшін, толығымен балқу үшін. Екінші жағдай, булану үшін дейік. Бастапқы температура -10 градус. Яғни екеуінде басында энергиялары mv квадрат бөлінген 2 болады. И осы қандай энергия айналады? Әр әсі жылуға айналады. Соны былай жазайық. Жылу тең болады mv квадрат бөлінген 2. Бірінші жағдайда балқу үшін дейді. Балқу үшін. Онда біз бірінші мұзды балқу температурасына дейін қыздыруымыз керек. Одан кейін біз оны балқытуымыз, ерітуіміз керек. Мді қысқарып кетеді. 2 көбейтілген. Түбір астында болады. Мұздың жылу сыйымдылығы 2100. Және де температураның өзгерісі ол 0 градустан біз -10-ды азайтсақ 10 градус болады. 10 қосылған 340 мың. Калькуляторымызды алайық. 2100, 21 қосылған 340 мың көбейтілген 2. Осының жарты дәрежесі. Көбірасы деген жарты дәрежесі. 849,7. Бірінші жағдайда
849,7 метр секунд жылдамдық береді. Ал екінші жағдай қандай жағдай? Булану. Булану үшін керек жылу неге тең еді? Бірінші біз мұзды 0 градусқа дейін қыздырамыз, одан кейін балқытамыз, одан кейін біз суды 0-ден 100 градусқа дейін қыздырамыз, сосын біз оны буландырамыз. Осыншама энергия керек. И осының барлығы бізде кинетикалық энергияға тең болу керек. V2 тең болады. Түбір асты 2 көбейтілген. 21 мыңды біз білеміз қосылған 340 қосылған. Енді судың жылу сыйымдылығы 4200-ге тең. Дельта T2 неге тең? Яғни булану нүктесі 100 градусқа тең, балқу нүктесі 0 градусқа тең. Сол үшін айырмашылық 100 градус болады. Қосылған 2.260.000 болады екен. Мұнда бізде жылдамдық неге тең? 21.000 қосылған 340.000 қосылған 420.000 қосылған 2.260. Бұндар көйтіміз 2-ге. Және де бұның жарты дәрежесі. Тұтасты жарты дәрежесі. 2460.6.2. метр бөлінген секунд. Біз осындай жылдамдықтар керек екен. Бұл теоретический есеп қой. Келесі есепті шығара беріңіздер. Жақсы, давайте бастайық бұны шығаруды. Метеорит жер атмосферасына кіргенде буланып кету үшін минималды бастапқы жылдамдығы неге тең? Метеорит темірден жасалған. Метеориттің бастапқы температурасы 3 градус. Темірдің балқу температурасы 1538 градус. Меншікті жылуы, яғни С 450 joule бөлінген килограмм градус. Темірдің балқу жылуы
82 килоджоуль бөлінген килограмм. Механикалық энергия тек механикалық энергияның 80% ғана жылу энергиясынан алады деп болжанады. Буланып кету үшін дейді. Дегенде бұл булануымыз балқу үшін. Бізге себебі бұның булану жылуын беріп тұрған жоқ, балқып кету үшін. Ал енді бастапқы энергиямыз біздің кинетикалық энергия. Енді соңғы энергиямыз бұл толығымен неге айналу керек? Бастапқыда қатты күйде бұл жылынады, сосын балқиды. Демек, сонымен қатар E0 деген бізде механикалық энергияның тек 80% жылуға өтеді. Şimdi masalar қысқарып жүрміз. Оның орнында пропорцияның 2-сі дельтасы қосылғанда бөлінген eta деп жазсақ болады. Яғни 2 көбейтілген 450-ді температураның өзгеруіне тең 1536-ға тең, 35-ке тең. 1538-де 3-ті азайтасыздар, 1535 болады. Қосылған балқу жылуы 82 килоджоуль, 82 мың джоуль бөлінген пайдалы әсер коэффициенті 0,8-ге тең. Калькуляторымызды алып шығарайық. 450 көбейтілген 1535 қосылған 82 мың көбейтілген 2 бөлінген 0,8. Осының қанша дәрежесі? Түбір асты. Түбір асты деген ол 0,5 дәрежесі. Сонда 1389,9, 1390 десек болады. Жылдамдығы шамамен 1390 метр бөлінген. Сол үшін міне метеориттердің көбі жердің бетіне де жете алмай қалады. Буланып кетеді. Балқып кетеді. Бұл сұйыққа айналғаннан кейін әрі қарай жүреді. Шашырап кетеді ғой жан жақтан. Алкоголь шамында. Алкоголь спирт арқылы қызатын бір шам бар. Сол шамда су 224 грамм су. Қанша градус және 15-тен 75-ке дейін, яғни 60 градусқа қыздырылды. Сол кезде 5 грамм алкоголь, яғни спирт жанды. Спирттің жану жылуы 29 мегаджоуль бөлінген килограммға тең. Пайдалы әсер коэффициенті. Пайдалы әсер коэффициенті деген не нәрсе? Пайдалы әсер коэффициенті дегеніміз, пайдалы жылу деген ол бізде суды жылыту. Толық жылу MQ. Естіңіздер ме? Пайдалы жылу деген 100% бөлінген толық жылу болады. Бұл пайдалы әсер коэффициенті деп аталады. 100%-ында жазсақ, бір басқа бір тұстандық. Это неге тең? 224 грамм, ол 0,224 килограмм. Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200-ге тең. Температураның өзгерісі 60-қа көбейтілген 100 бөлеміз. Бұны
N алкоголь яғни спирттің массасы 0,5 килограмм, жану жылуы 29 мегаджоуль. Яғни 29 көбейтілген 10-6 дәрежесі, жазбай ақ қойып, мега деген 10-6 дәрежесі болады. Енді осы жерден біз давайте бір есепті біз шамамен өзіміз сандық жауабымен шығарып көрейік. Бірақ олимпиадада калькулятор беріледі, ұбт-да берілмейді. ұбт-ның несімен қарастырайық. Ал бірінші қайсысын қысқарта аламыз? Біз мына нөлдерді 5 нөлді 6 нөлмен қысқартсақ, мына жерде 10 қалады. Сонда қайда жазайық мына жерде 0,224 көбейтілген 42 көбейтілген 6 бөлінген астыда не болады? 29 көбейтілген 0,05. 10-ды мына жаққа көбейтіп, ал әрі қарай қалай шығарамыз? 42 көбейтілген 6 неге тең? 6 12, 252, 252 0,224 көбейтілген 252 бөлінген 29,05. 250-дің екеуін қысқартайық. Екеуін де 500-ге бөліп жіберейік. Сол кезде мынаны бүйтіп жазсақ болады, 5 көбейтілген 10-2. 250 мен 5-ті қысқартатын болсақ, мына үстте 50 болады. 50-ді 224-ке көбейтсек, 22,4 көбейтілген 5 12 болады. 2,24 12 болады. Бөлінген 29 көбейтілген 10,8. 12 мен 29-ды қысқартатын болсақ, шамамен 22-ні 29-ға бөлейік. Бұны келіп жазсақ болады. 122 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі. Бұл 34-ке көбейтеміз, 4 жерлерді 36 4-2 8, 3 ойда, сонда 4 бүтін не болады? Мына жерде 6 қалады, 6 2. 4,2 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі. Минус 2 шығар 2. Демек 42 пайыз болады екен. Біраз ұзақтау шығарып көрдік. Бірақ шамамен тезіректе шығарып болады. Келесі есеп. Жылу сыйымдылығын елемеуге болатын термоста 7 градус температурада 0,1 килограмм су құйылған. Сосын 41,9 грамм температура 127 градус болатын зат суға түскеннен кейін термоста 27 градус орнады. Бұл бөлшек материалының жылу сыйымдылығын анықтаңыз. Жақсы, бөлшек болсын, мынау бізде су болсын. Екеуін қарастырайық. Басында не болды? Соңында не болды? Басында бұл зат 127 градус болады. Сосын 27-ге азайып қалады. Яғни бұда минус 100 градус температура азайып жатыр. Су басында 7 градус, соңында 27 градус болды. Яғни су плюс 20 градусқа көбейіп жатыр. Енді бұл судың көбейіп жатқан жылуы ана заттың азайып жатқан жылуына тең, енергияны сақтау заңы бойынша. Демек,
Судыкі неге тең? Судың массасын бөлгенде М1 С су көбейтілген дельтасы 1 тең болады. М2 көбейтілген С заттыкі дельтасы 2. Дельтасы 2, дельтасы 1. Осы жерден С-ны табамыз. С неге тең? М1 0,1 килограмм, судың 4200, және де судың температурасының көбеюі 20 градусқа тең. Ана заттың массасы 41 граммды килограммға жетсек 0,0319 килограмм, көбейтілген температурасының өзгеруі 100 градусқа тең. Модульмен алайық. Себебі модульсіз алғанда мына екеуі қосу тең болады 0 дейтін еді. Ал енді бұл жерден қысқарып калькулятормен шығарсақ 0,1 көбейтілген 42 көбейтілген 20 бөлеміз 0,0319 2004 екен. Суға өте, судан аздау екен, судан 2 есе аз, мұзға өте жақын екен. Ол килограмм градус. Келесі есеп. Есептер барған сайын қиындай береді, ақырындап. Калориметрде балқу температурасы 29,8 градус болатын балқытылған галлий бар. 100 грамм галлий. Оны сыртқы әсерлерден қорғап баяу салқындата бастайды. Яғни бұл сұйық күйінде қалып, негізінде 29,8-де ол қатты дейін айналу керек қой, бірақ оны 19,8 градусқа дейін егер тиіспейтін болсақ, осылай жасауға болады. Бутылканы ішіне су құйып, оны тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, егер бутылканың ішін тап-таза, судың ішінде де ештеңе болмаса, бұл су переохлажденная вода болады, яғни шектен тыс салқындатылған су болады, -5 градусқа. Одан кейін оны аласыздар да кішкене шайқап жіберсеңіздер 5 градус бола қалады. Сондай жағдайда суықтан екен бұл галлийді. Бұл әлде сұйық күйінде қалады. Сосын таяқпен оны араластырған кезде ол қатты күйге айналады. Қатты күйге айналған галлийдің массасын табыңыз. Яғни бұл сұйық. Жүз грамм. Енді бүйтіп қарайық. Мынау 19,8 градустағы галлий. Бұл галлийде бір бөлігі дейік. Қатты дейін айналған. Мынанша бөлігі қатты болсын. Сонда 100 грамм минус М бөлігі сұйық болып қалады. Сонда қалай ол қатты денеге айналады? Мынаған берілген жылу, мынаған берілген жылудан болар, мына зат сұйық денеге дейін, сұйыққа дейін, яғни 29,8 градусқа дейін қызады. Соның арқасында мынау резко суып кетеді, қатты денеге айналады. Бұл жерде жылы денеге берілетін жылу мен суық денеге берілетін жылудың бір-бірімен несі бірдей болады. Өткен есептегі сияқты. Жылы денеге берілген жылу суық денеге берілген жылумен тең. Энергияны сақталу заңы бойынша. Энергия ешқайда кетіп жатқан жоқ. Айтып тұр ғой, сыртқы әсерлерден қорғап. Сонымен қатар ешқандай бұл жерде сыртқы энергия алатындай нәрсе жоқ. Сол үшін 0,1 минус М жылытылған дене көбейтілген С, яғни ол сұйық болғандықтан біз сұйық жылу сыйымдылығын қолданамыз.
дельтаты тең болады неге? М көбейтілген лямбдаға. Осы жерден теңдеуді ашып жіберсек 0,1 с дельтаты азайтылған м с дельтаты тең болады м лямбда. Сосын мынадан былайға жіберейік. Сол кезде 0,1 с дельтаты неге тең болады? С дельтаты қосылған лямбда көбейтілген м-ға. Осы арқылы м неге тең болады? 0,1 көбейтілген с 410 дельтаты 29,8-ден 19,8 айтсаңыздар 10 градус болады. Бөлінген с 410 көбейтілген 10. Екеуін біреуін азайтсаңыздар 10 градус. Қосылған 80 кило. 80 кило деген осы болады. Енді дағы екен. Қайтадан қолданып шығарайық. 410 көбейтілген 0,1 көбейтілген 10, 410-ға тең бөлеміз. 4100 қосылған 80.000 тең болады 0,00487, яғни 4,187 грамм болады. 4,187 грамм мұз болады, қатты дене болады. Яғни 95,13 грамм болса сұйық болады. Бұл сұйық 29,8 градус ұстағы сұйық. Осылай. Жақсы, енді осымен біз біраз есептер шығардық. Ары қарай сіздерге ұсынатын кітаптарым кезеген бір 1001 сияқты кітаптан басқа ең әдемі, ең керемет есептерді жинаған жауабын беру математика.ру. Осы жердегі есептерді шығарып көріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.